Илон Маск туралы 10 дерек. Элон Риф Маск 28 маусымда 1971 жылы туған, Претория, оңтүстік Африкада, американдық кәсіпкер, инженер және миллиардер. SpaceX негізін қалаушы, бас директоры және бас инженері, инвестор, Tesla компаниясының бас директоры және өнім сәулетшісі, The Boring Company негізін қалаушысы, Neuralink және OpenAI негізін қалаушы, Twitter иесі, қазіргі X. жылдың 7 қаңтарында 185 миллиард долларға бағаланған байлығымен ол Amazon негізін қалаушы Джефф Безосты екінші орынға ығыстырып, алғашқы рет планетаның ең бай адамы атанды. 2021 жылдың 1 қарашасында ол тарихтағы байлығы 300 миллиард долларға жеткен алғашқы адам болды. Маск оңтүстік Африканың Претория қаласында туып өскен. Ол біраз уақыт Претория университетінде оқып, 17 жасында Канадаға қоныс аударады. Ол Кингстондағы Куинс университетіне түсіп, 2 жылдан кейін Пенсильвания университетіне ауысып, экономика және физика бакалавр дәрежесін алды. 1995 жылы ол Стэнфорд университетінде оқу үшін Калифорнияға көшті. Бірақ оның орнына ағасы Кимбл бизнеске баруды шешті. Интернетке арналған бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеген Zip2 компаниясын құрды. 1999 жылы компанияны Compaq 307 миллион долларға сатып алды. Сол жылы Маск X.com онлайн банкін құрды. Ол 2000 жылы Confinity мен біріктіріліп PayPal-ды құрады. 2002 жылы компанияны eBay 1,5 миллиард долларға сатып алады. 2002 жылы Маск CEO және бас инженері болып табылатын аэроғарыштық өндіріс және ғарыштық тасымалдау қызметтері бойынша SpaceX компаниясын құрды. 2004 жылы ол электромобиль өндіруші Tesla компаниясына төраға және жоба сәулетшісі ретінде қосылды, ал 2008 жылы оның бас директоры болды. 2006 жылы ол кейінірек Tesla компаниясын Tesla Energy болу үшін сатып алынған күн энергиясы бойынша қызмет көрсететін SolarCity компаниясын құруға көмектесті. 2015 жылы ол жасанды интеллектті дамытатын OpenAI коммерциялық емес зерттеу компаниясының негізін қалады. 2016 жылы ол Mi компьютер интерфейстерін әзірлейтін Neuralink нейротехнологиялық компаниясының негізін қалады және туннель құрылысымен айналысатын The Boring Company компаниясын құрды. Маск Hyperloop идеясын ұсынды, вакуумды пойыздағы жоғары жылдамдықты тасымалдау жүйесі. 2022 жылы ол 44 миллиард долларға Twitter иесі болды. Ғылымдағы көрнекті қызметтері үшін 2018 жылы 9 мамырда Лондон корольдік қоғамының мүшелігімен марапатталды. 2021 жылдың желтоқсанында Time журналы Илон Маскты жыл адамы деп таныды. Жеке капиталы 192 миллиард 2023 жылдың 1 маусымындағы. Назарларыңызға рахмет.